Райхан нағашысының ауыр дертке шалдыққанын әмірге айту үшін қоңырау шалады. Осы кезде нағашысы есін жиып, Райхан сен кімге қоңырау шалып жатырсың дейді. Әмір қоңырауға жауап бермей тұрады. Райхан Хикмет мырзаның есін жиғаннан қатты қуанып кетеді. Нағашысы Райханға бұл сырды ешкімге айтушы болма деп ескертеді. Райхан, олар сіздің балаларыңыз, оларға айтуымыз керек дейді. Ең құрғанда Жавидан ханымға айту керек дейді. Хикмет мырза, жоқ, олар білмеуі керек. Ең құрғанда әмірге айтайықшы дейді. Жоқ, әмірге айтсақ ол Сунадан сыр сақтай алмайды. Ал Сунаның жағдайын білесің. Егер менің ауыр дертке шалдыққанымды білсе, ол мүлдем жүруге деген ынтасын жоғалтады дейді. Бұл сырды мен жалғыз өзім көтеріп жүре алмаймын дейді. Бұл сырды арқалап жүріп өзімді кінәлі сезініп жүрмін. Бір күн емес, бір күні олар білген кезде мені кінәлайды дейді. Хикмет мырза болса, кінәлайтын адам болса, ол тек мен. Оларға мені айтқызбай қойды деп айтарсың дейді. Райхан болса, сізді қайда деп іздейді ғой дейді. Уайымдама, өткен жолғыдай іссапарға кеттім деп айтамын дейді. Таджи Филизді аңдып отырады. Осы кезде ол Лейланың да келгенін көреді. Лейла оған, мен масалға әбден байланып қаппын, оны сырттай болсын көріп кетейін дегенмін дейді. Таджи келмеген соң Филиз масалды алып үйіне кетеді. Филиз Талас мырзамен сөйлесіп, мен саябақта 1 сағаттан артық күттім ғой, неге Таджи келмеді дейді. Талас мырза болса, жоспар өзгеріп кетті, ол жерге Лейла келіп алған екен дейді. Ал Филиз болса, Филиз тез бұл қызды алып құртуымыз керек дейді. Оның әңгімесін масал естіп қояды. Райхан үйіне келген соң әбден жылайды. Нағашысының ауыр халде жатқаны оның жүрегіне қатты батады. Және оны үй ішіне айтпа дегені ол 2 есе ауыр тиеді. Масал Шехриет әтесіне Филиздің әлдебіреулермен телефон арқылы сөйлесіп жүргенін айтып береді. Ал Шехриет әтесі болса, мүмкін ол құрбысымен сөйлесіп жүрген шығар дейді. Содан соң Шехриет әтесі Лейламен масалды сөйлестіреді. Лейла масалға, мен сендердің үйлеріңе кішкенеден соң барамын дейді. Лейла олардың үйіне келген соң, масал Филиздің күдікті әрекеттерін Лейлаға айтып береді. Бірақ Лейла оған мән бермейді. Мұнда Мелика Жавидан ханымға Хикмет мырза қоңырау шалып, бірнеше күн іссапарда жүретіндігін айтты дейді. Суна анасымен ренжісіп қалған соң, оның жағдайын білу үшін Райхан оның бөлмесіне келеді. Ол кезде Суна ұйықтап жатады. Осы кезде Райхан оған, не деген сұлу едің, тура ағаң сияқтысың дейді. Осы кезде Әмір де Сунаның бөлмесіне келген болатын. Райханның сөзін естіп, Әмір қуанып кетеді. Райхан мазам болмай тұр деген соң, Малика ханым оған, ауруханаға барып қаралсаңшы дейді. Райхан болса, ол ауруханада Хикмет мырза жатқанын есіне түсіріп, жарайды деп келіседі. Талас Филизге масалды ұрлау үшін адамдар жіберетіндігін айтады. Филиз тағатсыздана күтіп отырмын дейді. Осы кезде масал тағы да олардың әңгімесін естіп қояды да, дереу жүгіріп Лейлаға қоңырау шалады. Лейла тәте, мені Филиз ұрлап кетпекші, оның телефонмен біреулермен сөйлескенін естіп қойдым дейді. Осы кезде Филиз тұтқаны масалдың қолынан жұлып алады. Филиз осы кезде ештеңе болмағандай, масал сен кіммен сөйлесіп жатырсың, қане берші. Өтірік түр жасап, Лейламен ештеңе болмағандай сөйлеседі. Содан соң ол масалға бұлай жасауға болмайды деп ескертеді. Масал қорқып жоғарғы қабатқа қашып кетеді. Мұнда Әмір үйде не хабар деп Сунаға қоңырау шалады. Суна болса Райханның ауруханаға кеткенін оған айтады. Осы кезде Лейла Филизден күдіктене бастайды. Филиз масалды күштеп оған жекіріп, қане бергел деп оны алып кетеді. Осы кезде масал Лейла берген білезікті әдейі тастап кетеді. Лейла масалды іздеп жүгіріп келеді, бірақ үйде не Филиз, не масал жоқ болып шығады. Әмір Райханды уайымдап ауруханаға барады. Райхан Әмірді көріп таң қалады. Сөйтіп ол Хикмет мырзаны көріп қояды екен деп қатты уайымдайды. Райхан әкесін көріп қоймасын деп оны басқа жаққа қарай алып кетеді. Лейла Кемал мырзаға Филиздің масалды ұрлап кеткенін айтып береді. Кемал мырза дереу полицияға хабар береді. Лейла Кемал мырзаға, масал маған Филиз жайлы күдікті әңгімелер айтты дейді. Кемал мырза, неге оны маған ерте айтпадың дейді. Осы кезде Лейла Филиздің жалған атпен жүргендігін айтады. Сөйтіп олар оны іздеуге шығады. Үйге келген соң Әмір Райханның жағдайын жасап, оған ыстық шай әкеп береді. Әмір досымен сөйлеседі. Осы кезде ол оған, сен Райханға тосын сый жасасаңшы деп ұсыныс тастайды. Олардың әңгімесін Жемренің құрбысы естіп қояды да, оны Жемреге айтып береді. Бұны естіп Жемре қатты ашуланады. Екеуінің арасы тым жақын болып келе жатыр деп ашуланады. Сөйтіп Әмірдің жасамақ болған тосын сыйын құртып, оның ертеңге қалдырған жиналысын бүгін болады деп барлық әріптестеріне қоңырау шалып шығады.
Фелиз Масалды Таласқа бермеймін, маған ақша бер деп оған бопсалайды. Талас мырза Фелизге ашуланып, оны өлтірмек болып шешеді. Ақыры жиналыс болады, бірақ Әмірдің бүкіл ойы Райханда болады. Жиналыс біткен соң Жеміреге әріптестері жиналыс болды, бірақ Әмір мырзаның ойы басқа жақта болды дейді. Оны естіп Жеміре қатты ашуланады. Райхан ауруханадағы дәрігермен сөйлесіп, нағашысының жағдайын сұрайды. Дәрігер оған нағашысының жағдайы ауыр екендігін айтады. Райхан дереу ауруханаға барады. Осы кезде Райханның жүрегі қатты ауырып, нағашысына сен өлмеуің керексің, сен бізге керексің деп жылайды. Райхан осы кезде нағашысына әке деп айтады. Хикмет мырза оны естіп көзіне жас алады. Райханның үйден асыға шығып кеткенін көрген соң, оның артынан Мелика да келеді. Хикмет мырзаның бұндай халде жатқанын көріп, Мелика да таңғалып жылайды. Сөйтіп, Хикмет мырза Меликаға да бұл жағдайды ешкімге айтпа деп өтінеді. Жеміре анасына Әмір мен Райханның арасы жақындасып келе жатқанын айтып жылайды. Райхан нағашысының алдында түнімен отырады. Хикмет мырза Райханның оған деген жанашырлығын көріп жүрегі езіледі. Райханның телефонының қуаты сөніп қалған болатын. Әмір түнімен Райханға қоңырау шалып шығады. Дәрігер Хикмет мырзаның жағдайы жақсы деген соң, Хикмет мырза Райханға үйге қайта қой дейді. Райхан кеткен соң Хикмет мырза өзінің адвокатына қоңырау шалып, осында кел деп айтады. Лейла Масалды іздеп ақыры оны табады. Лейла Масалды тапқанын Кемалға айту үшін оған қоңырау шалмақ болады. Сол кезде Лейланың артынан біреу қаруын кезеп тұтқаны қой дейді. Райхан үйге таңертеңгісін келген соң Әмір жоқ екен деп ойлайды. Бірақ бөлмесіне кірген кезде сен түнімен қайда болдың деп Әмір сұрайды. Келесі бөлімдерді жіберіп алмас үшін Киноәлем арнасына тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз.